Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге әдеттегідей қысқа нұсқа каналы. Бүгін мен сіздерге 2019 жылы жарық көрген «Человек без гравитация» фильмі жайлы айтатын боламын. Видео басталмас бұрын лайк басып, каналға тіркеліп қойсаңыз, жаңа қызықты видеолардың тез шығуына көмектесер едіңіз. Қолдауыңыз үшін рахмет. Ал біз бастаймыз. Фильм жаңбыр жауып тұрған түнде Алина есімді әйелдің жүкті қызы Натальяны ауруханаға алып бара жатқан жерінен басталады. Ауруханада Натальяның толғағы басталады және ол босанады. Бала өмірге келген сәтте ғажап жағдай болады. Бала ауада ұша бастайды. Наталья баласын құшағына алып, мен періште дүниеге алып келдім дейді. Бірақ оның анасы бұл жағдайға қуанышты емес еді. Ол мұны басқалар көрмесін деп қызын тездетіп алып кетеді. Үйге келген соң анасы баланың әкесі кім деп сұрайды, бірақ Наталья білмеймін деп жауап береді. Таңда олар баланың патологта ұйықтап жатқанын көреді және оны жайлап төмен түсіріп алады. Наталья баласына Оскар есімін қояды, бірақ анасы Натальяны кінәлап, бұл оның күнәлары үшін жаза екенін айтады. Сол сәтте үйге жаңа туған сәбиді көруге көршілері келеді. Алина оларды үйге кіргізеді, бірақ баланы қолға алуға рұқсат бермейді. Мұндай ерекше бала үшін олар бөлмені ерекше етіп жасайды. Көршілері олар неге баланы көшеге алып шықпайды деп қызыға бастайды. Бірақ әжесі баланың күнге аллергиясы бар деп құтылып кетеді. Осылай арада бірнеше жыл өтеді. Оскар есейеді, бірақ ол әлі де сол баяғыша ауада қалғып жүреді. Ал жерде тек анасының көмегімен ғана тұра алады. Анасы бұл мәселеге шешім табады. Ол баласына ауыр темірмен жакет тігіп береді. Анасы баласының мектепке барғанын қалайды, бірақ әжесі рұқсат бермейді. Ол баланы өзі үйде оқыта бастайды. Теледидардан бала Бэтменді көріп отырып ойланады. Неге Бэтмен көшеге ұшып шыға алады, ал мен шыға алмаймын дейді. Осылай бала терезеден қарап өзін Бэтмен, ал көшедегі зұлым адамдар деп елестетеді. Анасы мен әжесі үйге келіп ашық терезені көріп қорқып кетеді. Олар баланы ұшып кетті деп ойлайды, бірақ бала төңкерілген диванда отырған болады. Әжесі терезені қаптап тастайды. Қызы мен анасы тағы ұрсып қалады. Әжесі көшеге шығудың Оскар үшін қауіпті екенін айтады, бірақ Наталья өз баласы үшін өзі шешім қабылдайтынын айтады. Түнде ол баласын серуендеуге алып шығады және ол баласына ешкімге ешқашан өз қабілеті туралы айтпауын ескертеді. Келесі күндері ол баласымен көшеге бірге шыға бастайды. Анасын көшеде күтіп тұрған Оскар абайсызда Агата есімді кішкентай қызға соқтығысып кетеді. Қыз оның қолынан 2 бөтелке су береді. Оскар суды көтеріп қызбен бірге келе жатады. Жолда қыз оған анасының періштеге айналып аспанға ұшып кеткенін айтады. Мұны естіген Оскар таң қалады. Оскар далада Бэтменнің суреті бар сөмке таққан баланы көріп қызығады, бірақ Агата оның қымбат екенін айтады. Агата бір магазиннің терезесіне келіп қарап тұрады. Ол теледидардағы әншіге ұқсағысы келетінін айтады. Оскар бөтелкемен жүріп шаршағандықтан қалтасындағы темірді алып тастайды. Бірақ қыз оның қолынан бөтелкелерін тартып алғанда ол аспанға ұша бастайды. Агата оны супермен деп ойлап, оны түсіріп құшақтап алады. Ол оған өз сөмкесін беріп, одан көрінбейтін адам бола аласың ба деп сұрайды. Оскар жоқ деп жауап береді. Агата ешкімге ешқашан бұл туралы айтпаймын деп уәде береді. Бала үйге келгенде анасы оған ұрсады, ал әжесі ол қызға ұнап қалған соң сөмкесін бергенін айтады. Енді Оскар үнемі сол сөмкемен жүреді және Агатамен жиі кездесіп тұрады. Хэллоуин күні Агата әжесімен бірге Оскарға келеді. Оңаша қалғанда Агатаның әжесі Натальяға Агата оның ұша алатынын айтты, бірақ мен сенбедім дейді. Мұны естіген Наталья қорқып қалады. Ол енді Агатаны үйге кіргізбей қояды. Және ол баласына ұрсады. Оскар анасына өтірік айтқандары үшін тозаққа түсетінін айтады. Анасы оны ұрып жібереді. Бірнеше күннен соң Агата әжесімен тағы да Оскардың үйіне келеді. Әжесі Агатаның көңіл күйі жоқ екенін айтады, бірақ Наталья өтіріктен Оскардың сабағы көбейіп кеткенін айтады. Бірақ Агата әжесіне ол мектепке бармайды дейді. Келесі күні олардың үйіне полиция келеді. Олар Оскардың неге мектепке бармайтынын білуге келіпті. Басқа таңдауы қалмаған анасы мен әжесі оны мектепке алып келеді. Бірақ олар бірден ойынан айнып қалады. Әжесі оған келесі жылы оқитынын айтады, ал Оскар олай болмайтынын білетін еді. Полицейлер келесі жолы келгенде ешкім есікті ашпайды. Арада көптеген жылдар өтеді.
Оскар ержетіп жігіт болған еді. Әжесі қайтыс болған. Ол анасымен бірге тауда өмір сүретін. Оскар әлі де баяғы Агатаның сөмкесін асып жүреді. Ол сол жердегі барға келеді. Оның досы Андре оның сол жердегі барменші қызға ғашық деп мазақтайды. Оскар олай емес дейді. Тіпті осы жерде жұмыс жасайтын анасы да оларға кездесіп көрулерін айтады. Бірақ Оскар келіспей кетіп қалады. Келесі күні Оскар досына оқуды үйретіп отырады. Бірақ досының қатты оқығысы келмейтін еді. Олар бірге футбол көруге барады, бірақ кенеттен теледидардың антеннасы істемей қалады. Досы Оскарға барып баспалдақ алып келуін айтады. Сол кезде Оскар баспалдақтың керегі жоқ екенін, ол антеннаны баспалдақтың көмегінсіз-ақ жөндей алатынын көрсетпек болады. Бірақ Оскардың анасы оған рұқсат бермейді. Ол барлығына күліп ойнап айттым дейді. Сөйтіп олар анасы екеуі үйге қайтып кетеді. Жолда Оскар, егер олар бұл жайлы білгенде, немесе бүкіл әлем бұл жайлы білсе не болады деп ойланады. Бірақ анасы оған бұл жайлы ойлауды доғаруын айтады, себебі оны әлем бұлай қабылдамайтын еді. Үйде Оскар ерекше адамдардың шоу көрсететін бағдарламасын тамашалап отырады. Ол жерде адамдарды өздерінің ерекше қабілеттерін көрсетуге шақырады. Оскар бұл сөздерден күш алады және түн жарымында анасына хат қалдырып үйден шығып кетеді. Ол әлгі шоуға келеді. Андре Оскардың анасына хабарласып, Оскарды теледидардан көрсетіп жатқандығы туралы айтады. Оскар өз сөмкесін тастап әлемге өзін көрсетіп жатқан еді. Шоудан кейін Оскарды Дэвид есімді адам кешкі асқа шақырады. Дэвид оған әлемде көптеген қылмыскерлердің бар екен және оның оларды ұстауға көмектесе алатынын айтады. Ол және де Оскарға түскен ақшаның 10% сенікі болады деп айтады. Дэвид оған тіпті «Человек без гравитация» деп ат ойлап табады. Оскар оқымастан контрактқа қол қояды. Дэвид оны бір үлкен әдемі үйге алып келеді және оған бұдан былай бұл сенің үйің деп айтады. Оскар оған анасы да осы жерге келіп тұрса қалай болады дейді, бірақ Дэвид оған қарсы еді. Оскар тез арада танылып кетеді және ол көптеген жарнамаларға түсе бастайды. Ол анасын өз жетістіктерімен қуантқысы келеді, бірақ анасы бұл жағдайға қарсы еді. Оскар көптеген рекламаларға түсе бастайды және ол бұның оған ұнамайтынын байқайды. Ол өзін ыңғайсыз сезінетін еді. Қаншалықты жетістікке жеткенмен Оскар өте бақытсыз еді. Ол анасымен сөйлескісі келеді, бірақ анасы телефонды алғанда ол трубканы қоя салады. Наталья теледидардан олардың ескі үйін көреді. Ол жерде енді Оскардың атында музей салынған еді. Оскар өзі туралы түсірілген документалдық фильмде оның анасына жала жабылғандығын естіп, өзінің бұған наразылығын білдіреді. Дэвид оған бұдан да көп ақша тапқан соң ғана шоу-бизнестен кетуін ұсынады. Бірақ Оскарды ақша қызықтырмайтын еді. Ол Дэвидке айтқан уәдесінде тұрып, ол туралы кітап жазғызатындығын есіне салады. Дэвид оны жазушылармен кездестіреді. Оскар өзі туралы кітаптың қалай болғанын қалайтынын айтады. Бірақ жазушылар оған ең дұрысы оның ішіндегі оқиғаларды біраз өзгерту керек дейді. Бірақ Оскар бұған келіспей кетіп қалады. Сол күні кешкісін Оскардың үйінде бір вечеринка ұйымдастырылады. Ол жерге Оскардың анасы да келеді. Оскар анасынан кешірім сұрайды. Бірақ анасы Оскарға оған ашулы емес екенін, оған бұл әлемді қалай көретінін есіне түсіру үшін келгенін айтады. Келесі минуттарда Оскар сахнаға періште қанаттарымен шығады. Бірақ ол сол жердегі көрермендерге айғайлап, оның періште емес екенін айтады. Оскар Дэвидке жұмыстан шыққысы келетінін айтады, бірақ Дэвид адамдардың оны тыныш қоймайтынын айтады. Сол кезде Оскар оған өзін өлді қылып шығаруды ұсынады. Бірнеше күн өткен соң теледидардың Оскардың дүниеден өткені туралы хабарлама шығады. Ал оның қабілеттері эффекттердің көмегімен жасалғандығы туралы айтылады. Бірақ журналистер бәрібір де Оскардың анасына тыныштық бермейді. Олар келіп оған неше түрлі сұрақтар қоя бастайды. Бірақ біраз уақыттан соң есікті ешкім ашпайды, өйткені Наталья өмірден өтіп кеткен еді. Арада бірнеше уақыттар өтеді. Оскар өзін ешкім танымауы үшін сақал өсіріп алып мүгедектер арбасында жүреді. Оскар қарапайым өмір сүріп жатады. Ол өзінің рюкзагын әлі тастамаған еді. Ол бір отельде ресепшн болып жұмыс жасайды. Сол қонақ үйде жұмыс жасайтын бір әйел Оскарды жаңа жылды бірге тойлауға шақырады. Бірақ Оскар оның ұсынысын қабылдамайды. Сол кезде қонақ үйге бір қыз кіріп келеді. Қонақ үйдегі барлық қыздар оған қызыға қарайды. Барлығы демалысқа кетеді. Қонақ үйде тек қана Оскар қалған еді. Ол әлгі қыздың жағдайын білу үшін оның бөлмесіне көтеріледі. Қыз өзінде барлығы жақсы екенін айтады. Оскар кетіп бара жатқанда қыз оның рюкзагын байқап қалады. Қыз оның ізінен еріп келеді. Сөйтсе, бұл баяғы кішкентай Агата деген қыз екен. Олар бұл кездесуге қатты таңғалады. Сөйтіп олар бірге уақыт өткізе бастайды.
бір күні Агата Оскардан біреуге ғашық болып көрдің бе деп сұрайды. Сол кезде Оскар оған балалық шағымда кішкентай ғана көздері топ-томалақ бір қызға ғашық болғанмын деп жауап береді. Мұны естіген Агата ол жерден тұрып кетіп қалады. Осыдан кейін Агата мен Оскар бірге жақсы уақыт өткізе бастайды. Агата Оскарге жаңа рюкзак сыйлайды. Бір күні түнде Агата қонақ үйге бір клиентпен бірге келеді. Оскар оған гүл сыйлайды, ал Агата оны танымағандай қасынан өтіп кетеді. Әлгі клиент Оскарды мазақтап, оны қорлай бастайды. Мұны көрген Агата оны бөлмеден қуып шығады. Осыдан кейін Агата Оскарға келіп айғайлайды. Олар ұрсып қалады және айырылысып кетеді. Осылайша Оскар өзінің балалық шағы өткен үйге қайта оралады. Келсе, оның атына ашылған музей жабылған екен. Ол өзінің үйіне кіреді және оның есіне анасы мен әжесінің айтқан сөздері түседі. Олар оған бұл әлемнің оны бұлай қабылдай алмайтынын айтқан еді. Ол олардың айтқанының барлығы дұрыс шыққанын ойлап мұңайып жатады. Бірақ сол сәтте есікті біреу қағады. Оскар келіп ашса, есіктің алдында Агата тұр екен. Ол оған сол баяғы сөмкені қайтарып береді. Осылайша олар өздерінің ескі үйлерін аяққа тұрғызып алады. Агатаның аяғы ауыр еді, ал Оскар болса бір компанияда терезе сүртуші болып жұмыс жасайтын. Ол енді Бэтменнің киімін киіп алып өзінің барлық қабілетін қолдана алатын еді. Осымен фильм аяқталады. Достар, фильм жайлы өздеріңіздің ойларыңызды комментарийға жазып кетіңіздер. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп, осындай қызықты видеоларды бірінші болып көру үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.